Мен маған күніне 5 рет ұнамаса, шай ішпеген сияқты бас ауырады. Қазір жақсы болды, үйренді, көмекшілеріме хабарласып ше, бәрі дұрыс па деп. Айтпаса маған минимум 5 рет, максимум 30 рет бір күнде. Тұрдың ба, жаттың ба, жылы киіндің ба деген ше. Нервім ұратын кәдімгі. Ё-майо, мен деген нормально жүрген адам ғой, нең бар менде деп ше. Потом мен түсіндім, что она хочет быть просто мамой. Да, она по-другому не умеет. Мен ол кісіге кәдімгі жоқ, өйтпе, мамасы дұрыс емес, былай істесеңізші, сіз дұрыс өмір сүріп жатқан жоқсыз деп айтқан сайын ол кісі өше береді да. И я перестал это делать, вместо этого начал принимать и быть ребенком. Наоборот, мен мамаға еркелеп бастадым. Мама деп, о деп. Ол кісі ашыла бастады. И ең басты себебім олай істеген. Білесіз бе не үшін? Потому что